Ассалаумағалейкум, армағазақ. Егер біздің хикаяларымыз сізге ұнап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз хикаямызды бастадық. Тойдағы елес. Бүгін мен сізге өзімнің жақын туысым ағам жайлы және оның видеоға түсіретіні жайлы бірнеше әңгіме айтып бергім келеді. Шеткі ауылда болатын осындай тойлардың біріне барған ағам видеоға түсіріп жатқан жағында ақ киімді киген, ақ сақалды шалды көріп, сол тойдың иегерінің отағасы есебінде сол кісіні қайта-қайта суретке түсірген. Осылайша той бітті. Қызу тойдан кейін үйдің егесі, егер тойдың видеоролигін тезірек тақтап берсең, мен саған қосымша ақы төлеймін дегеннен соң ұйқылы ояу отырып түн жарымында осы видеоны монтаж етіп жасады. Алайда ол шаршаған халінде бір нәрсені байқады. Ол тойда отырған ақ киімді киген ақ сақалдың шалдың суретін не видеодағы орнын көрмеді. Ол орындықтың бос жағдайда көріп, қорқып шоша түсті. Ертесіне видеоны монтаж қылып болып, үйдің егесіне алып барғанда, ақшаның үстем ақысын алып болған соң, былай деп үн қатқан: кеше мен тойда ақ киім киген ақсақалды шалды көрдім. Алайда ол видеоға да түспеген. Сол столда кім отырған еді деп сұраған кезінде, әлгі үйдің иегері: біздің тойға ондай ақ киім киген шал келген жоқ. Ол орындыққа ешкім отырмаған соң шетке алып қойған болатынбыз деп айтты. Одан кейін ағамның денесі түтіркене бастаған. Осылайша үйдің иегері ойланып тұрып былай үн қатты: осы біз бағып алған баланың анасы бұрын бір шалға тұрмысқа шыққан. Ол шалдан жүкті болып балалы болды. Балалы болғаннан кейін ол әйел жақсы көретін жігітіменен қашып кетіп, әйел осы зайттан кейін күйеуі әлгі ақ киім киген шал болар. Сол кісі жан пида етіп, жүрек ауырынан жүрегі ұстап бұл дүниеден көз жұмған. Ал біз мына баланы бағып алдық деп айтады. Сіздің осы әңгімені айтып бергеніңізде жақсы болды. Бүгін біз Құран оқытамыз. Сол кезде сол кісінің рухына атап, бірнеше үніміз атқатып, Құран оқытып жібереміз. Сіз есе түске дейін сонда болыңыз деп баяндап берді өзінің хикаясын видеошы ағам. Егер осы хикая сізге ұнаған болса, не болмаса қорытынды шығарғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, комментарияда өз пікірлеріңізді қалдыра кетуіңізді сұранамыз. Бізде осындай қызық видеоларды алғашқылар қатарында біліп отырыңыз. Сау саламат болыңыз. Алланың нұры жаусын.